Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін бізде 1 желтоқсан тұңғыш президент күніне орай елбасы ел тірегі атты тәрбие сағаты. Олай болса, елбасымыздың өмірбаянына келетін болсақ, 1940 жылы 6 шілдеде Іле Алатауындағы Үшқоңыр жайлауында Әлжан мен Әбіш Назарбаевтың отбасында көптен күткен бала дүниеге келді. Ол Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев еді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әкесі Әбіш 1903 жылы Алатаудың бөктерінде Назарбай бидің шаңырағында өмірге келді. Әбіш Назарбаев көңілді, қадірлі адам болды. Ол тек қазақ тілінде ғана емес, орыс және болгар тілдерінде де еркін сөйлейтін. Әбіш Назарбаев қазақ және орыс әндерін беріліп айтатын. Әңгімелескен адамын зейін қойып тыңдап, пайдалы кеңес бере білетін. Әбіш Назарбаев 1971 жылы қайтыс болды. Анасы Әлжан 1910 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Қасық ауылында молданың отбасында дүниеге келді. Үшқоңырға жер аударылған әкесімен бірге келген. Әлжан ана Әбішпен танысады. Ауыл арасында ән салу мен суырып салмалық өнерден оның алдына түсетін ешкім жоқ еді. Жарқын жүзді Әлжан ұлын үлкенді құрметтеуге, сыйлауға баулыды. Оның ұлттық дәстүрлерге, ән жырларға, салт ғұрыптарға құштарлығын оятты. Әлжан Назарбаева 1977 жылы қайтыс болды. Экранға назар аударсаңыздар, бұл жерде Назарбаевтар әулеті көрсетілген, яғни елбасымыздың ата-анасы, аға қарындастары көрсетілген. Келесі бізде елбасымыздың жары. Ол Сара Алпысқызы Назарбаева 1992 жылдың ақпанынан бері Бөбек халықаралық балалар қайырымдылық қорының негізін салушысы және президенті. 1994 жылдың шілдесінен бері SOS Қазақстанның балалар ауылдары қорының президенті қызметін атқарады. Қатар Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бұл 3 қыздың әкесі. Үлкен қызы Дариға Назарбаева 1963 жылы туған. Саяси ғылымдар докторы, Қазақстан парламенті сенатының төрайымы. Ортаншы қызы Динара Құлыбаева 1967 жылы туған. 2004 жылдан бері Қазақ-Британ техникалық университетінің директорлар кеңесінің төрайымы. Forbes Қазақстанның ең бай адамдар қатарына кіреді. Кенже қызы Әлия Назарбаева 1980 жылы туған. Ол Қазақстан экологиялық ұйымдарының ассоциациясының басқарады. Келесі елбасымыздың өмірбаянын жалғастыра келе. Елбасымыз 1960 жылы Днепродзержинск техникалық училищесінде, 1967 жылы Қарағанды металлургиялық комбинатында, 1976 жылы Кеңес одағының коммунистік партиясы орталық комитетіне бағынысты. Елбасы жоғары техникалық оқу орнында оқыды. Сонымен қатар жоғарғы партия мектебін бітірген. Елбасымыздың қызмет жолына келетін болсақ, ол 1960-1969 жылдар аралығында Қарағанды металлургиялық комбинатында жұмыс істеді. 1969-1979 жылдар аралығында Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы партиялық комсомолдық қызметте болды және Қарағанды облыстық партия комитетінде еңбек етті. 1979-1984 жылдар аралығында Қазақстанның коммунистік партиясының орталық комитеті хатшысы болды. 1984-1989 жылдар аралығында Қазақ СССР министрлер кеңесінің төрағасы қызметін атқарды. 1989-1991 жылдары Қазақстан коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы.
1990 жылдың ақпан-сәуір айларында Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің төрағасы қызметін қатар алып жүрді. 1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстанда алғашқы жалпы халықтық президенттік сайлау өтіп, Назарбаев сайлаушылардың 98,7% қолдауына ие болды. Сонымен ол Қазақстан Республикасының президенті атанды. 1995 жылы 29 сәуірде жалпы халықтық референдум нәтижесінде президенттік өкілеттілігі 2000 жылға дейін созылды. 1999 жылдың 10 қаңтарындағы сайлау барысында елбасымыз сайлаушылардың 80% дауысын иеленіп, Қазақстан Республикасы президенті болып сайланды. 2005 жылдың 4 желтоқсанында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайлаушылардың 91,15% дауысымен Қазақстан президенті болып сайланды. Сонымен қатар 2011 жылдың 3 сәуірінде кезектен тыс сайлау кезінде Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сайлаушылардың 95,55% дауысына ие болып, 4 рет Қазақстан президенті болып сайланды. 2005 жылдың 26 сәуірде соңғы кезектен тыс президенттік сайлауда елбасымыз сайлаушылардың 97,175% дауысымен тағы да жеңіске жетті. 2019 жылдың 19 наурызында Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев халыққа үндеу жолдап, мерзімінен бұрын президенттік өкілеттілігін тоқтататынын мәлімдеді. Сайлауға дейін президент міндетін атқару Сенат төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаевқа жүктеліп, ол 20 наурызда Қазақстан халқына ант берді. Сонымен қатар, біздің елбасымыздың құрметті атақтарын айта кететін болсақ, ол Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасы мәртебесінің иегері, Нұр Отан партиясының төрағасы, Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесінің төрағасы, Қазақстан Халық Ассамблеясының төрағасы, Қазақтардың дүниежүзілік қауымдастығының төрағасы, Назарбаев университеті жоғарғы қамқоршылық кеңесінің төрағасы, экономика ғылымдарының докторы, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясының академигі, құрметті профессор және бір қатар шетелдік және отандық университеттің құрметті докторы, көптеген кітап пен ғылыми мақалалардың авторы, көптеген кеңестік, қазақстандық және шетелдік орден медальдармен марапатталған. Келесі, мен сіздерге елбасы туралы біршама қызықты деректерді ұсынғым келіп отыр. Ол біріншісі, Мединеде 3 ай жаумаған жаңбыр біздің елбасымыз барған уақытта жауған. Арабтар мұны ерекше жағдайға балап, оған өзгеше құрмет көрсетіп, алтын түсті Құран сыйға тартқан. Тіпті есіміндегі Нұр және Сұлтан сөздерінің араб тілінен алынғанына назар аударып, риза болысқан. Келесі тағы бір қызықты дерек, бұл елбасымыз музыканы бала кезінен жақсы көрген. Кішкентай кезінен баянда ойнай білген, домбыра тартқан, әнді де жақсы айтқан қоңыр дауысы бар. Елбасы шебер шаңғышы. Бала кезінен шаңғыны жақсы көрген. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Үшқоңырдың биігінен не бір қиын жолсыз жерлермен сырғанағанда алдына жан салмаған екен. Сонымен қатар елбасымыз альпинист. Ол тау баласы болғаннан кейін бе альпинизмге қатты құмартқан. Кішкентай күнінде Үшқоңырдың тау тасын жиі аралап кетеді екен. Кейін президент болғаннан соң да кәсіби альпинистерге ілесіп, бірнеше шыңды бағындырған. Соның ішінде теңіз деңгейінен 4010 метр биіктіктегі Абай шыңының орны ерекше. Бүгінде Алматы маңында Нұрсұлтан шыңы бар. Сонымен қатар елбасы Құралайды көзге атқан мерген. Елбасымыз аң аулағанда,
Саят Құрғанды жақсы көреді. Әрі оның мергендігі туралы түрлі аңыздар бар. Бірге оқыған досы, белгілі заңгер Мақсұт Нәрікбаев ол туралы бір жолы атқан оғының жарты шақырым қашықтықта тұрған жануардың жүрек тұсынан дәл тигендігін көрдім. Тек хас мерген ғана осылай ата алады ғой деген болатын кезінде. Сонымен қатар елбасымыз ақын. Оның суырып салатын қасиеті бар екенін айналасындағылар жиі айтады. Ал өлеңдерімен тек жақындары ғана таныс болса керек, халық назарына әлі ұсыныла қойған жоқ. Жұрт тек елім менің үш қоңыр секілді әнге айналған өлеңдерін біледі. Сонымен қатар елбасымыз гольф шебері. Елбасымыз Хайнян аралығындағы демалыстарының бірінде гольф ойнау шеберлігімен жергілікті халықты қатты таң қалдырыпты. Гольф допшасын бастау алаңшадан көмбе алаңшадағы шұңқырға бір ұрғаннан кіргізген. Таңдайларын қаққан Қытай мамандары сол жерге ескерткіш те орнатпақ болған көрінеді. Тағы да бір дерек Нұрсұлтан Әбішұлы Әзілқой адам. Ол кісімен дастархандас болған көптеген адамдар естеліктерінде елбасымыздың ерекше әзілқой адам екенін айтады. Әсіресе еркін отырыстарда әзіл айтып, айналасындағыларды күлдіріп, көңілдерін көтеріп отырады екен. Елбасымыз туралы біраз қызық деректер білдік. Енді елбасымызға арнап салынған шет елдегі ескерткіштердің бірнешеуіне назар аудара кетейік. Бұл Түркиядағы Анкара қаласындағы елбасымыздың ескерткіші. Екіншісі бұл Қырғызстандағы Ыстықкөл жағасындағы елбасымыздың ескерткіші. Келесі суретте Украинадағы Днепродзержинск қаласындағы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ескерткіші. Және де Молдовадағы елбасымыздың ескерткіші. Сонымен қатар өзіміздің тұрып жатқан жеріміз Алматы облысы Талдықорған қаласында 2016 жылы елбасына арналған ескерткіш ашылған екен. Бізде келесі суретте бұл Астанадағы қазақ елі монументі. Және де Алматы қаласындағы тұңғыш президент саябағы көрсетілген. Елбасы бірінші тұңғыш президент күні барлықтарыңызға құтты болсын. Назарларыңызға рахмет.